2018 жылы Нұр Отан партиясы мен Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған. Соның аясында бірқатар шаруалар бірлесе атқарылыпты. Мысалы, қаладағы жоғары оқу орындарында таза сессия акциясын өткізу дәстүрге айналған. Партияның Шымкент қалалық филиалына өткен жылы 7000-нан аса тұрғын шағымын айтып жүгінген. Шағымда қандай да бір жемқорлық фактілер туралы хабарланса, ол қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментпен бірлесе шешіледі екен. Нұр Отан партиясына 2019 жылдың бір жылдың ішінде 720 азамат, 7020 азамат шағымданып келген. Әртүрлі өтініштермен. Бұл деген 7000 адамды Нұр Отанға келу дегені әлде де халықта Нұр Отанның абыройы бар. Шешілмеген мәселесін осы Нұр Отаннан үміт күтіп келіп жатқан азаматтар бар екенін біз қуантады. Ал екінші жағынан сол шағымдардың басым бөлігі сол ең төменгі сатыда отырған мемлекеттік қызметтердің дұрыс түсінбегеннің салдарынан болып жатқан жағдайлар болды. Сондықтан бұл сыбайлас жемқорлықтың күресі ол тек қана мәдениетте емес, сонымен қатар білімді де мемлекеттік қызметтердің сапасында көтерумен тең жүру керек. Осы екеуі тең жүретін болса, бұл дертті біз жеңіп шыға аламыз. Алқалы жиын барысында сөз алған қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы өткен жыл құрықталған жемқорларды тізіп, жұртшылықты осы дертпен күресте белсенді азаматтық ұстанымда болуға шақырды. Сонымен қатар әлеуметтік қорғау, білім беру, жер қатынастары, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, құрылыс, энергетика және басқа да салалардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген талдау нәтижелерімен бөлісті. Өткен жылы департаменттен 60 қылмыс тіркеліп, 58 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Олардың басым бөлігі ішкі істер органдарының, әкімдіктің және оған қарасты ұйымдарға тиесілі. 39 адам әртүрлі жазаға сотталды. Жоғарыда көрсетілген тұлғалардың оны мемлекеттік органдарда әртүрлі басшылық лауазымдарды атқарған. Олардың бірі республикалық, алтауы қалалық және үшеуі аудандық деңгейдегі басшылар. Айта кетейік, жемқорлыққа тап болсаңыз, ол жөнінде қалалық департаментке немесе 1424 кол орталыққа хабарлауға болады. Ботагөз Әбжәлел, Ержан Сейдазимов, Нұрлан Бексаидов, Нарньюз.